Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Автобазардамыз. Бір ай болды түсірмегелі. Автобазар. Базардағыларды сағынып қойған сияқты, мен барлық мәшіндерді түсіріп жатыр. Базар қайнап жатыр. Көп тұрсыңдар ғой. Ар жағы, бер жағы кәдімгі. Сіздер үшін достар қазір тоқтамай түсіріп шығам біраз мәшіннің бағаларын. Осы қазіргі ходовой деген. Лайк басып отырыңдар достар, аямай. WhatsApp топтарға бөлісіңдер. Ал кеттік, біз бастаймыз. 2011 жылғы 2-де 5 7 миллион сұрап тұр мына. Сразу кетіп қалатын сияқты ғой. Солай ма? Әйе. 45. Міне ішкі беті. Бетінде чехол тұр. Қанша жүріп тұр мынау? 200 жүріп. 200 жүріп тұр да. Ире нұсқасында. Телефон нөмірі айтшы ора? 831, 826, 81, 79. Осы нөмірге хабарласасыңдар. Келісім бар ғой, Так, мынау да бар. Алейкум ассалам. Мынау растаможный, да? Иә, растаможный. Утиль сбор қал. Первичка. Первичка. Екеуі, да? Иә, екеуі. Қанша бағасы? 7 сұрап отырмын. Газ, бензин, полный комплектация. Полный есе плюс мынау. Есе. Полный комплектация. 7 миллион сұрап. Келісіп бересің ғой? Келісім бар ғой? Иә, бар. Нақта еще зат бар. Подогрев бар, я. Полный люк бар. БСМ бар, не? Датчик слепых зон. Люк. Серебряный. Жылы қандай? 14 жылғы, е? 14 жылғы. Келісім бар. Утильмен первичка қалып тұр дейді. Осылай негізінде 1 жылға дейін жүруге болады транспортпен. Айтып кетім ғой деймін анда бері. Газ, бензинді қондырылған. Телефон нөмірі неқта тұр екен міне. Скрин жасап алып, хабарласа беріңдер. Kia Rio 14 жылғы. Ақ түсті 137 мың жүріп тұр дейді. Бағасы қанша дедің? 6 миллион да? Келсесің? Келсеміз. 4 есігінде шумка. 4 есігінде шумка бар. Газ, 4 новый резина. Жаңа дейді. Дөңгелектері. Телефон нөмір айтшы бер. 802, 450, 35, 45. Осы нөмірге хабарласасыңдар не? Toyota Alphard. 7 миллион сұрап тұр бағасы. 300 мың жүрген. 2-де 4. Жақсы. Есіктер электронный ғой? Жоқ. Простой ма? Газ бар ма? Бар, я. Газ бар. 7 миллион сұрап тұр. Alphard. Келісімде бар. Так, күн жел болып тұр достар, енді аз пішілді болады шығар. Alphardтар осылай сұрап тұр бағаларын. Так, ары қарай кеттік. Не бар тағы? Мынау ма? Иә. Қанша мынау бағасы? Қаз өтпен 11 айтып отырмын. Қазақпенен, да? Утильмен первичкімен. 11 миллион дейді достар. 55. Қай жылғы? 17 ғана, соңғысы ғой. Қанша жүріп тұр? 120 мың келемін. 120 мың жүріп тұр. Жақсы екен. Түсі де жақсы, өзі де жақсы. Жас мамандар жүр. Мәшімізде жүр базардан. Алып сатарлар дейсің. Не ішкі беті. Телефон нөмір қайда? 771 497 497 81 11. Осы нөмірге хабарласасыңдар не? Так, алдарыңызда Hyundai Elantra тағы да. Екілік қозғалтқышпен 8 миллион 200 сұрап тұр екен бағасы. Толықтай былғары іші. Былғары дептің ғой, ойбай. Үйреніп қалғам ғой. Толықтай мата іші. Міне Elantrалар осылай сұрап тұр.
Достар, мен петличкем отырып жатыр зарядкасы. Да, временный учет 5 жылда. Toyota Camry, Европик 30-ка. 4-2 дейді. 5 жылға временный учет. Ары қарай временный болып кетпейді ғой, нормальный болып кетеді 5 жылдан кейін. Доверенность жасасың ғой да, сатқан кезде. 2-де 4, 4 миллион 200. Келсесің ба? Саудасы бар дейді. Петличка жасап тұр пока. Міне ішкі беті. Осыларды алсаңдар болды, кейін доверенностьпен тапай бересіңдер ғой қарай. Такси, макси бас. Мынау қанша? Осылай дейді, мынаның бағасы иесі жоқ екен. Телефон нөмір айтасың ба? 47 840 3081 дейді. Осы нөмірге хабарласасыңдар. Базарға да келдік. Opel'дер тұр. Мына қанша? 2 миллион да бағасы. Қай жылғы? 99. Так. Екілік па қозғалтқышта? Қандай еді? 1.6. 1.6 ма? 1.6 да қозғалтқыш. Привозной дейді. 2 миллион сұрап тұр. Телефон нөмірі қандай? Мына жақта енді жігіттер таласып жатыр мына инжекторға. Газы бар. Дөңгелектер жаңа екен мынаңа. Алдыңғы екі аяқ новый. Алдыңғы екеуі жаңа екен. Арты нормально аттан. Онда осы жіберу керек дейсің скоро. Қанша? 850 болатын жері. 850 мыңға бересің, ә? Болатын жер. 850 мыңға. Бешет етпей ақ қойын, адамдар саудаласып жатыр. Кеттік бұлай қарай. Так, Lada Granta 2020 жылғы дейді. 14 мың жүріп тұрған. Таптада еш шығып тұр ғой, әлі салонның еш шығып тұр ғой. 8 клапан кәді, простой қозғалтқыш. Ашы жер қозғалтқышында көрейік. Болатын жері? 5 миллион. 5 миллион да, газ бар. Газ, шумка бәрі бар. Барлығы бар. Жүрілмеген история бәрі бар. Бипектен алынған. Кредит жауып тұр. Кредит жауып тұр. Ер жібересің 5 миллионға. Арғады тағы кредит қалса да болады. Бәрі заводской аяқтар. Ештеңе алыстау. Артын көрсетейін ме? Көрсетіп жүр. Бипектен аласың. Міне газ тұр. Міне запас кісі еще қозғалмаған сияқты. Ештеңе шықылмады заводской. Еш шығып тұр, иә. Телефон нөмір айтып жіберсіз? 747 450 25 34. Осы нөмірге хабарласасыңдар міне. Рахмет. Қазақтың тағы бір сүйікті көлігі. 120 Prado. 2008 жылғы 2-де 7 11 миллион айтып тұрмыз дейді ағамыз. Келсесі оған? Келсін бар дейді. Міне ішкі беті. Үстінде чехолы бар. Мына сыртына кеуілтіп тұр. Чехолмен тұр. Былай тұр екен ғой. Иә. Әдем. Міне ішкі беті. Газ бар? Бар. Газ, бензин. 7 орындық үйде жатыр ана. 7 орындық дейсің. Артқа. Алып тастадың ба пока? GX. 11 миллион келісіп береміз дейді. Телефон нөмір айтып жібер аға. 8701 701 460 49 30. Осы нөмірге хабарласасыңдар. Келісім бар дейді. Шамар кездесе бермейтін мәшіндердің бірі мынау. Toyota Platz дейді. Арзан беріп жіберем дейді. Қаншаға бересің? 1.700.000-ге беріп жіберем дейді. Toyota Platz 2000 жылғы состояние плюс 5 дейді. 1.5 қозғалтқыш е мынау? Ұрыс учет. 5 жылдыққа өтпей ма? Өтіп тұр. 200 мың қазақ болайын тұр ма? Справкасына апарып бересің дейсің ғой. Телефон нөмір айтып жібер. 8700 106 06 87. Осы нөмірге хабарласасыңдар не? Мен күнде көрсетіп жібересің ба? Неге? Так, достар, Passat транзитпен тұрған растаможенный, достар. Растамож жасалған, утельмен первичкасы қалып тұр. Бағасы 4,5 миллион. 2-де 5 простой қозғалтқыш, 143 мың миль жүрген.
12-ші жылғы. Комплектациясы әдемі сияқты Passаттардың. Бұлар да жақсы негізі достар. Полный кожадан қараңдар іштері. Тап-таза ғой, тап-таза. Люк. Нөмірін қалдырамын достар. Өздеріне хабарласып саудаласасыңдар ғой. Әдемі кән барлығы. EC комплектация. Carfax бойынша мынаяқтан өтті ме? Телефон нөмірін айтып жүрші? 8700 Аха. 092 2020. Осы нөмірге хабарласасыңдар не? 2107. Қай жылғында ол? 2004 жыл. Міне, Жигули сұрағандарға достар, осындай Жигули. Бағалары қазір көрсетемін сіздерге. 700 мың теңгеде тұрады, арзан баға. Телефон нөмірі бар. 2004 жылғы. Не ішкі беті. Дөңгелектерде таптаса екен не? Мына түнгі бар жана ма? Жыпылдап тұрады десің. Жап-жасыл болып. Мына келісім бар ғой? Бар. Келіспей жүрем дейді. Арзан сіздер 700 мың сұрап тұр. Хабарласыңдар. Мына полный комплектация оны. Полный комплектация Nexia. Гур, кондер. Газ бар. Родной. Барлығы. Қанша бағасы қанша? 2,7. 2 миллион 700 дейді. Енді родной краскамен барлығы өзінде бар. Кондер, гур, газ. Не артық бейті. 13-ші жылғы. Мынада түсіреміз. Мынау қай жылғы? 2011. 2011. Полный комплектация. Полный мынада. Кондер жасап тұр еще. Кондер жасап тұр. 4 аяқ новый. Түгел родной краскамен. Ескі авторын қара. Шірімеген ба не? Түгел родной ғой. Родной, да? Көрініп тұр. Шірейтін жерлерін көрсетіп жатыр жігіттер. Экранды көрсет, родной. Родной экран. Nexia түсінетін жігіттер бұлар енді. Барлығын біледі. Қанша бағасы? 2-3 отырмын, келсеміз. 2-3 келісімсің де? Мынау бар екен деге? Тек сол бар я, родной мен тұр ғой. Жасаған жоқпын дейсің ғой. Жоқ, сырланба. Иә. Не ішкі беті? Оны мен алып келейін ба? Айтшы бер нөміріңді. 8700 700 22 55. Осы нөмірге хабарласасыңдар не? Сауда бар ғой? Бар сауда, келсеміз ғой. Май жемейді маған, үшінде барам. Тат басып кеткен дейсің ғой, ә? Май жемейді. Су ағады дейсің ғой. Так, Prado 120 2008 жылғы 2,7 11 миллион сұрап тұр. Бағасы. Так, кеттік бұлай қарай көрек. Баян дейді ғой. Сондай байон дейсің ғой. Қазақтың баяны. Қанша тұрып тұр екен жаңасы? Интересно маған. 2023 2800 км жүрген бензин 10 миллион 500 дейді мына бағасы. Хеп, парасета. Шағын бір қызық екен түрі маған. Lexus RX 350 тұр мында қасында. Бағасы жазылмаған сияқты. Телефон нөмірі бар екен тек. Автобазар осылай міне. Бүгін адамдарда көп, машинада көп кәді. Мына көріп отырсыңдар ғой. Мен келбей өтіп, базар қызып кетті ғой. Honda Odyssey'лер сұрағандар да бар біздерде. Мынада бағаларын көрсетті. 6 миллион 300 сұрап тұр 2005 жылғы. Мына 6,5 миллион сұрап тұр 2006 жылғы. Odyssey'лердің бағалары екеуі де қазақ. Бағалары осындай міне минивендердің, Odyssey'лердің. Ауыр тұрасызда. Базардағы бір қатар мына транзитпен тұрғандар. Барлығы растаможный шығар деп ойлаймын. Растаможка жасалып, өтелмен первичкісі төленбей 1 жыл жүргі атыны. Осылай сатып жатыр адамдарды. Доверенностьмен сатып жібереді, өзің қазақ қылып аласың. Бірақ сол әкелген адамның кісінің атына шығады, машина, сосын өткізіп береді. Енді алған сатып алған адамда сенімді болу керек. 8 миллион 700 сұрап тұр екен, RAV4. 2015 жылғы Tiptronic дейді.
қазір транзитпен толып жүр осындай да, міне осылай 10 күн сайын страховка аласыңдар, 1000 теңге, 500 теңге, сонымен ары қарай жүре бересіңдер. Оның мәселесі сондай достар. Келгеннен кейін растаможкасын төлеп, көбісі ана өтелмен переписка төлеуге қиналады, сосын осылай жүреді. Мына жақта тағы біреу тұр, нелантыра. 7 миллион 500 дейді мынау. 2019 жылғы мен деген жылы. Мен 63-ке беріп жіберейін деп тұрмын достар. Сервистер бар осында. Базар дейтін қайнап тұр достар. Лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар, ей ағайындар. Так, 2020 жылғы газель мынау. Жоғарылған ақша мынау, биіктігі? 240, ары қарай 550. Дайын жолға. Сықиып жасап қойған екен. Бағасы? 14-ке нал болады дейсің ғой, да? Телефон нөмірі хабарласасыздар. Мотор ашып көрсетіп жіберейік. Мына действительно фура сияқты болып тұрған газель. Усилитель етілген, көріп тұрсыңдар ғой. Барлығы кәдімгі. Усилен екен ғой барлығы. Газ бар ма? Газ бар, газ. Газ, бензин. Не, қозғалтқыш жап жаңа мынаған. Газ, бензин. Қанша жүріп тұр? 140 мың жүріп тұр. Не газель. Осылай айда көріп қойын, айдағасын. Артынан қазандарына газель де ойламайсыңдар ғой, қалай? Тема. Қазір телефон нөмірін сұрайық. Жаңа көрсеттім ғой айтпақшы, соған хабарласасыңдар. Скрин жасап аласыңдар. Ал достар, енді барынша түсіріп шықтым. Мына петлишкім отырып қалды. Микрофоным жазатын. Біраз мәшін түсіріп шықтым. Достар, сіздер енді лайк басып, WhatsApp топтарға бөлісуді ұмытпаңыздар, Келесіде мықты шығарымдар күтіңіздер.